Barchаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге түрк десерттерінің бірі осындай кекстің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге қажетті заттардың тізімін описаниеда жазып қалдырамын. Ең алдымен жұмыртқаны саламыз. Қант саламыз. Миксермен аппақ масса болып көтерілгенше жақсылап араластырамыз. Сұйық май құямыз. Сүтімізді құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді електегі ұнымызға қопсытқыш, какао барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Осы електегі құрғақ массаны аз-аздан сала отырып, жақсылап миксермен араластырамыз. Достар, бізде осындай шоколадты масса шығады. Енді формамызды дайындап аламыз. Менде осындай 4 бұрышты форма, оны міндетті түрде сары маймен майлап аламыз. Сіздер дөңгелек форма қолдансаңыздар да болады. Кексті 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Қажетті заттарды видеоның астына описаниеға жазып қалдырдым. Сүтімізді құямыз. Үстіне қант саламыз. Крахмал саламыз. Үстінен ұн саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді осы массамызды орташа отқа қойып, жақсылап араластырып тұруымыз қажет. Осындай қою масса болған кезде бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып араластырамыз. Біздің креміміз дайын. Тезірек суы үшін бөлек ыдысқа құйып қоямыз. Біздің пирогымыз да дайын болып қалды. Енді осы ағаш таяқшаның көмегімен бірнеше тесікшелер тесіп шығамыз. Ыстық пирогымыздың үстіне сүт құйып шығамыз. Толық суығанша күтеміз. Пирогымыздың үстіне кремімізді саламыз. Кремде толықтай суыған болуы қажет. Тегістеп тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Мен какао ұнтағын қолдандым. Достар, сіздер өздеріңіз қалауларыңызша безендірсеңіздер болады. Дайын болған пирогымызды тоңазытқышқа 2 сағатқа жібереміз. Енді пирогымызды кесіп көреміз. Пирог жұмсақ, нәзік болып кесілді. Осымен біздің дәмі тіл үйретін пирогымыз дайын. Менің сіздерге кеңесім жасап көріңіздер.
барлықтарыңыздан шығады деген сенімдемін. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.